Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгін сендер сабақта мәтін мазмұнын болжауды, мәтінге сәйкес келетін мақалды анықтауды және мәтін ішінен сын есімді табуды үйренесіңдер. Ал ендеше балалар, тапсырмамызды орындап көрейік. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа. Тақырыбымыз балықшы мысық. Ал ойланып көрейік. Мәтінді түсініп оқы. Ал балалар, мен сендерге мәтінді оқып берейін. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой, деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес, деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Ал енді балалар, тапсырмаға назарымызды аударайық. Мәтіннен сын есімдерді және күрделі зат есімді тап. Іске сәт, мұқият ойланыңдар. Ойланып болсақ, балалар, тексеріп алайық. Қане, қандай сын есімдер бар екен? Кішкентай және үлкен деген сын есім бар екен. Сұрақ қояйықшы, балалар. Қандай балық? Кішкентай балық. Қандай шортан? Үлкен шортан. Бәрекелді. Ал енді күрделі зат есімді табайық. Алабұға. Тамаша балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды анықта. А жауабы: еңбек түбі береке. Б жауабы: азға қанағат қылмаған көптен құр қалады. С жауабы: ас адамның арқауы. Ал ойланайық. Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексерейік. Дұрыс жауабы, балалар, азға қанағат қылмаған көптен құр қалады. Себебі бұл жерде балықшы мысық басқа балықтарды менсінбей, қарны тоймайтындай ойлап, қанағатсыздық білдірді, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бәрекелді. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырма: өлеңді қатесіз көшіріп жаз және сын есімді тап. Ал өлеңді оқып берейін. Алабұға ала балық, көрінеді адамға анық, арқасында тікені бар, жүрмесінші қадап алып. Ал ойланайық. Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексерейік. Бұл жерде сын есім ала деген сөз екен, балалар? Таптыңдар ма? Бәрекелді. Сұрақ қояйықшы. Қандай балық? Ала балық. Дұрыс айтасыңдар. Сын есім
қандай деген сұраққа жауап береді? Дұрыс тапты деген ойдамын. Ал балалар, сендер алабұға туралы білгілерің келе ме? Ендеше тыңдай қойыңдар. Алабұға балығы туралы білесіңдер ме? Ал ендеше мен сендерге айтып өтейін. Алабұға Қазақстанның барлық су айдынында мекендейтін жыртқыш балық. Оның денесінің ұзындығы 40-50 сантиметр. Ал салмағы 2-4 килограмм. Қызық болды ма балалар сендерге? Тамаша, ендеше келесі тапсырмамызды орындайық. 4-ші тапсырма сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. 1-ші бағанда сын есімдер берілген, 2-ші бағанда зат есімдер берілген. Ендеше сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Ал, мұқият бол балақай. Жауабымызды тексерейік. Жазық дала. Қандай дала? Жазық дала. Арық түйе. Қандай түйе? Арық түйе. Биік тау. Қандай тау? Биік тау. Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Бойшаң қыз. Қандай қыз? Бойшаң қыз. Қысқа жіп. Қандай жіп? Қысқа жіп. Сұр қоян. Қандай қоян? Сұр қоян. Жуас қой. Қандай қой? Жуас қой. Бәрекелді балалар. Ендеше бейне материалға назарымызды аударайық. Ғажап! Расында да балықтар әдемі екен. Мына балықтардың денелері жалпақ, бастары сүп-сүйір екен. Суда қозғалу оңай болу үшін көп балықтардың денесі ұзын, жалпақ, ал бастары сүйір келеді. Және денесінде сусымалы қабыршақтары болады. Қызық, тірейтін аяқтары да жоқ. Қалайша олар бір бүйіріне құлап қалмайды? Дана, сен оларға мұқият қарасаң, бүйірінде жүзбе қанаттары бар екенін көресің. Балықтар осы жүзбе қанаттары арқылы тепе-теңдік сақтап жүзе алады. Ал құйрық балықтардың негізгі қозғалу мүшесі болып табылады. Сонда балықтың құйрығын олардың аяғы десе де бола ма? Иә, солай деуге де болады. Балықтар судың астында қалай тыныс алады? Олар желбезектер арқылы суда еріген оттегімен тыныс алады. Аквариумда тұншығып қалмас үшін оларға түтікше арқылы оттегін жібереді. Ал өзендер мен көлдердегі балықтарға оттегін кім жібереді? Өзендер мен көлдердің беті ашық, әрі ауданы үлкен болады. Сондықтан оттегі молынан жетеді. Оның үстіне су астында да неше түрлі өсімдіктер өседі. Ал олардың оттегін бөліп шығаратынын білесің. Аквариумда өсімдіктер өсіріп қойғаны сол екен ғой. Иә, әрі әдемілік үшін де өсіреді. Бейне материалдан балықты сипаттайтын сын есімдерді тауып жаз. Мұқият бол. Ойлан. Ал тексерейік. Балықтың денелері қандай? Жалпақ, ұзын. Тамаша. Балықтың қанаттары қандай? Жүзбе қанаттары. Тамаша. Балықтың
бастары қандай? Бастары сүйір екен. Тамаша балалар, жалпақ, ұзын, жүзбе, сүйір сөздері қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім сөз табына жатады. Қалай балалар? Сендерге барлығы түсінікті болды ма? Ендеше өзімізді бағалау дескриптор арқылы бағалайық. Мәтіннің мазмұнын болжауды білдім. Мәтіннен сын есімдерді анықтай алдым. Мәтіннен сын есімдерді тауып жазуды үйрендім. Сын есімдерге сұрақ қоя алдым. Неліктен сын есім екенін дәлелдей алдым десеңіздер, 5 балл қойып, өзіңді бағала. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар. Сәлеметсің бе? Менің аты жөнім Перизат Құрманғазы қызы. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дыбыс қандай болады? Қоңыраудың үнінен ақ түсінген шығарсың, бүгін біз дыбыс туралы айтамыз. Бүгінгі сабақта дыбыстың қандай болатынын және қатты, бәсең дыбыстарды ажыратуды үйренеміз. Сонымен, алдымен біз дыбыс туралы не білетінімізді еске түсіріп алайық. Дыбыс көзі деген не? Жарық көзі сияқты дыбыс көзі дегенде дыбысты шығаратын түрлі денелер мен заттар. Олар қандай болады? Олар табиғи және жасанды болады. Табиғи дыбыс көздеріне нелер жатады? Ол мысалы адамның сөйлегені, баланың күлгені, немесе нәрестенің жылағаны. Тағы да қандай мысал келтіруге болады? Жан жануарлардың дыбысы, жапырақтың сыбдыры, судың сылдырлап аққаны. Міне осының бәрі табиғи дыбыстар. Ал жасанды дыбысқа не жатады? Жасанды дыбысқа адам қолымен жасаған заттардан шыққан дыбыстар. Кәне, 1-2 мысал келтіріп көрші. Ұялы телефонның дыбысы, музыкалық аспаптардан шығатын дыбыс, тағы да машинаның гүрілі. Міне осылар жасанды дыбыстар. Дыбыс туралы тағы не білеміз? Дыбыстың жан жаққа таралатынын, барлық бағытта таралатынын білеміз. Ол ауада да, суда да және қатты денеде де таралады. Ауа деген, мысалы сен қазір экраннан шыққан дыбысты ауа арқылы таралғаннан естіп отырсың. Ал қатты денеде мен стөлді ақырын соғып көрейін. Дыбысты естідің бе? Мына үстел бізде қатты дене, осы қатты денеден дыбыс таралады. Өзің есіңде болса, 1-ші сыныпта біз көп қабатты үйдің жылыту батареяларын соғуға болмайды дегенді оқығанымыз есіңде ме? Ол не үшін соғуға болмайды? Себебі батареялар ол қатты дене. Сен 2-ші қабатта оны соғатын болсаң, оның дыбысын тіпті сонау 9-шы, 10-шы қабаттағы көршілеріңде естиді екен. Міне дыбыстың қатты денелер арқылы таралуын қайталап шықтық. Ал дыбыс тағы қандай болады екен? Ол үшін мына дыбыстарды тыңда. 1-ші дыбысты тыңда. Бұл ненің дыбысы? Дұрыс айтасың. Бұл стадионда шулап жатқан жанкүйерлердің дыбысы. Яғни стадионның дыбысы. Келесі дыбысты тыңдайық. Бұл ненің дыбысы? Бұл теңіздің жағалауының дыбысы екен. Судың толқыны құмды жағаға соғып жатыр. Енді осы дыбыстардың қайсысы қатты және қайсысы бәсең, соны анықтап көрейік. Қатты дыбыс қайдан шықты? Стадионнан шықты. Ал бәсең дыбыс қайдан шықты? Теңіз жағалауынан бәсең дыбыс шықты. Жақсы, енді келесі дыбыстар тыңдайық. 3-ші дыбысты тыңдап көр.
4-ші дыбысты тыңдап отыр. Ал, айта ғой, бұл 2 дыбысты сен қайдан естисің? Я, бұл дыбыстарды біз ауылдан, 1-ші дыбысты, 2-ші дыбысты қалалық жерден естиді екенбіз. Ауылдағы дыбыс қандай? Қатты ма, бәсең бе? Ал, я, ауылдағы дыбыс, ол бәсең. Ал қаланың дыбысы қатты. Қаланың көшелеріндегі машинелердің, адамдардың шуы, дыбыстары барлығы бірігіп, осындай қатты дыбыстар шығарады екен. Ал ауылды жерлерде тыныштық. Жақсы, енді біз бүгінгі дыбыстардың қандай болатын білдік? Дыбыстардың қатты немесе бәсең болатын білдік. Біз осы дыбыстардың қатты және бәсең болатынын қазір өзімізде бақылай аламыз. Ол үшін бір кішкентай қарапайым зерттеу жүргізейік. Зерттеудің жоспарымен танысып ал, оны сен өзің үйде де орындай аласың. Ол үшін маңайыңа қара, кез келген 5 затты таңдап ал. Олардың атауын кестеге жаз. Одан кейін болжам жаса. Бұл заттар қатты дыбыс шығара ма, жоқ әлде бәсең дыбыс шығара ма? Енді олардың қандай дыбыс шығаратын тексересің, одан кейін нәтижесін кестеге белгілеп, қорытынды жасайсың. Енді менің таңдап келген заттарыма қара. Мен мынандай заттар таңдап алдым. Картон қорап, картоннан жасалған қорап. Содан кейін шыны, мен мынандай ойыншық алдым, шыныдан жасалған. Одан кейін жұмсақ ойыншық. Содан кейін ағаштан жасалған ойыншық мен мынандай. Содан кейін мынандай қаңылтыр, қалбыр. Енді не істеймін? Осы заттарды қандай да бір басқа таяқшамен сәл ұрғылап көріп, қандай дыбыс шығаратынын анықтаймын. Қатты дыбыс шығара ма, жоқ әлде бәсең дыбыс шығара ма? Менің қолымда ағаш таяқша бар, және пластиктен жасалған кәдімгі қылқалам. Есіңе сақтап ал. Зерттеу жасаған кезде, эксперимент жасаған кезде тек бір ғана түрлі затпен жұмыс істеу керек. Сондықтан мен ағаш таяқшаны алып тастап, қылқаламның сабымен заттарды ұрғылап көремін. Сен бақылап отыр. Бірінші картон қарапты. Дыбысын тыңдап отыр. Екінші шыныны. Енді жұмсақ ойыншықты. Енді ағаш ойыншықты соғып көрейін. Енді қаңылтыр дыбыстарын естідің ғой. Енді бағалаймыз оларды. Қайсысы қатты, қайсысы бәсең шығып тұр. Кестеге қара, кестеде мен оларды белгілеп қойдым. Картон қорап қатты дыбыс шығарды, шыны қатты дыбыс шығарды, жұмсақ ойыншық дыбыс шығарған жоқ, оның дыбысы бәсең болды. Ағаш ойыншық пен қаңылтыр қалбыр екеуі де қатты дыбыс шығарды. Мен басында болжаған кезде картон қорап бәсең дыбыс шығарама деп ойлап едім. Менің болжамым анықталмады. Картон қорап та қатты дыбыс шығарды. Сонымен мен өзім зерттеуімде мынандай қорытынды жасаймын. Денелер түрлі дыбыс шығарады. Дыбыстың қаттылығы дене жасалған материалға байланысты болады. Сонымен сен өзің үйіңде түрлі заттарды осылай қарапайым әдіспен зерттеп көр. Тек зерттеу жүргізгенде қауіпсіздік шараларын сақта. Келесі зерттеуді суреттермен жүргіземіз. Бұл зерттеуді жүргізген кезде сенің жеке тәжірибең де қажет болады. Бұл тәжірибе барысында біз қай жерде қатты, қай жерде бәсең дыбыстар еститінімізді анықтаймыз. Бірінші суретке қара. Кітапхана. Сен өзің кітапханада болдың ба? Болдың. Мен оған сенімдімін. Кітапханада қатты дыбыстар естіле ме, бәсең дыбыстар естіле ме? Иә, кітапханада әрқашан ақырын дауыспен сөйлеу керек, сыбырласып сөйлесу керек. Кітапханашыдан кітап сұраған кезде қатты дауыстауға болмайды. Басқа оқырмандарға кедергі жасауға болмайды. Сонымен кітапхана бәсең дыбыс естілетін жер.
Жақсы, екінші суретте бізде фабрика. Енді фабрикада сен бола қоймаған шығарсың. Егер болсаң, онда өз тәжірибеңмен бөлісе отыр. Ал фабрика туралы айтып берейін. Мына фабрикада жіп иіреді. Фабрика, заводтарда көп станоктар болады. Олар айналып, тарсыл гүрсіл етіп жұмыс істеп тұрады. Міне, сондықтан фабрика, заводтарда қандай дыбыстар естіледі? Я, қатты дыбыстар естіледі. Келесі сурет табиғат аясы. Қалай ойлайсың, табиғат аясында қандай дыбыстар болады? Я, көбіне бәсең дыбыстар болады. Адамдар табиғат аясында дем алады. Сондықтан бұл бәсең дыбыстар естілетін жер. Келесі суретке қара. Базар дейді. Сен өзің үй ішіндегі үлкендермен көкөніс сататын, жеміс-жидек сататын базарға барып көрдің бе? Кәне есіңе түсірші, онда қандай дыбыстар естисің? Онда көптеген дыбыстар әлгіндегі қаладағыдай жан-жақтан естіліп, шу болып тұрады. Яғни базар қатты дыбыс естілетін жер. Келесі суретке қара. Аурухана. Ауруханада бәсең дыбыстар естіледі. Ойын алаңына қара. Ойын алаңын бәрің жақсы білесің. Ал, онда қандай дыбыстар естіледі? Я, онда ойнауға, айғайлауға, бір-бірін шақыруға мүмкіндік өте мол. Сондықтан ойын алаңы қатты дыбыстар естілетін жер. Театрға қарай ғой. Енді театрда болдың ба, болмадың ба? Ал мүмкін сен концертке барған шығарсың, немесе кинотеатрда болдың. Саған қатты сөйлеуге бола ма? Я, болмайды о жерде. О жерде неғұрлым сөйлемеуге, көрермендерге кедергі жасамауға тырысу керек. Бірақ концерт қойғанда, әншілер, опера айтқан кезде қандай дыбыстар шығады? Я, онан қатты да дыбыстар шығады екен. Сонымен театрларда бір жағынан бәсең дыбыстар болады, ол сенің дыбысың, ал екінші жағынан қатты дыбыстар да естіледі екен. Келесі суретте мереке. Мерекеде қандай дыбыстар естисің? Әрине қатты дыбыстар естисің. Онда түрлі қойылымдар, әндер айтылады, би де биленеді. Сондықтан мерекеде қатты дыбыстар естиді. Енді талдап болдың менімен бірге. Енді келесі нәтижемізді тексерейік. Жасыл белгімен бәсең дыбыстар еститін орындарды белгіледім. Әне менімен бірге қайталап шық. Кітапхана, табиғат аясы, аурухана және театр. Бірақ театрда қызылмен тұрған белгіде бар. Байқадың ба? Қызылмен белгіленген фабрика, ойын алаңы, театр және базар. Сонымен біз не білдік? Дыбыстары тек заттар ғана емес, орындар да шығарады екен. Не? Қаладан, ауылдан, немесе қандай да бір дүкеннің ішінен өзінің дыбысы шығып тұрады. Қатты болады, бәсең болады. Сен өзің сыныбыңды елестетші, есіңе түсірші, сыныбыңда қандай дыбыс шығып жатады? Тып-тыныш па, әлде шулы ма? Қандай шу болады? Яғни соны үйшіңмен бөлісе ғой. Ал енді тек қана осындай орындар мен заттар ғана емес, табиғат аясында табиғаттағы түрлі денелер немесе құбылыстар да дыбыс шығарады екен. Қазір соған назар аударайық. Алматы облысындағы Алтын Емел ұлттық табиғи саябағында әнші құм деген орын бар. Міне сондағы құм жел соққан кезде қозғалған сайын сырғып, сырнайдың үні сияқты әуен шығады. Ал кейде жел қатты соққан кезде бұл құмның қозғалысынан ұшақтың гүрілі сияқты дыбыс шығады екен. Сондықтан бұл құмды әнші құм деп атап кеткен. Сонымен табиғаттың түрлі құбылыстары да дыбыс шығарады. Мысалы, жаңбыр жауады, боран соғады, желдің дыбысын естисің. Ендігіде сен оларды да бақылап жүресің. Жақсы, енді сабағымызды жинақтап қорытындылайық. Саған мынандай сұрақтар бар. Өзің мысал келтіріп отыр. Бәсең дыбысқа мысал келтір. Қатты дыбысқа мысал келтір. Енді қай жерде қатты дыбыс естисің? Соны айта ғой. Қай жерде бәсең дыбыс естисің? Қай жерде қатты сөйлеуге болмайды? Енді мені тексер, мен де жауап бердім. Бәсең дыбысты мен
жапырақтың сыбдыры деп атар едім. Ал қатты дыбыс кәдімгі барабанның соққаннан естіледі. Қатты дыбысты мен стадионнан естимін футбол ойнаған кезде, ал бәсең дыбысты кітапханадан табамын. Ал қай жерде қатты сөйлеуге болмайды. Ондай жерлер өте көп. Тіпті кейбір қатты дыбыс шығып жатқан базар болсын, ойын алаңы болсын, біз қатты сөйлеуіміз керек пе? Жоқ. Біз неғұрлым дауысымызды басып, сабырлы дауыспен, жарты дауыспен сөйлеуге үйренгеніміз дұрыс. Сыныпта да, басқа жерде де бұл қасымыздағы жолдастарымызға кедергі жасамауға көмектеседі. Сонымен бүгінгі сабақта біз дауыстың қатты және бәсең болып бөлінетінін білдік. Сонан кейін қатты және бәсең дыбыс шығаратын заттарға сен мысал келтіре аласың. Бүгінгі сабағымыз пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше. Сау бол. Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Гульмира Таланбековна. Начинаем урок русского языка. Как ворона горох вырастила. Сегодня ты узнаешь, как пишутся предлоги со словами. Ты научишься читать и пересказывать рассказы, соблюдая последовательность событий. Я предлагаю одно задание для тренировки, для развития ума. Итак, гимнастика для ума. На экране представлен ребус. Разгадай его. Отлично. Да, сегодня у нас в гостях вот такая у нас гостья ворона. Особо всем известная. Она крикунья местная. Увидит тучку темную, взлетит на ель зеленую и смотрит, словно с трона, ворона. Итак, произнеси, пожалуйста, вслух слово «ворона». Вот так мы слышим. В транскрипции представлены звуки слова «ворона». А вот так пишем. Ворона. Вороны – это очень умные птицы. Они используют подручные материалы – веточки, проволоку, гвозди, чтобы достать то, до чего не дотянуться клювом. Представляете, вороны даже могут подражать человеческой речи. А теперь речевая разминка. Скороговорка. Вы помните, что это небольшое шуточное стихотворение, небольшой текст, который нужно произнести сначала медленно, затем быстрее и еще быстрее. Попробуй. Проворонила ворона вороненка. 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 Попробуйте и вы. Здорово. Итак, вороны очень смышленые птицы, и доказательством этому служит сказка, которую мы прочитаем вместе, «Как ворона горох вырастила». Читаем вместе. Ранней весной шел по полю петушок и нес за плечами мешок с горохом. Петушка заметила ворона, она клюнула мешок и оторвала заплатку. Из мешка посыпался горох. Ворона стала есть сладкие горошинки. Когда ворона наелась, решила вырастить свой урожай. Она лапками закопала несколько горошин в землю. Пошел дождь. Скоро из земли показались молодые ростки гороха. В середине лета на ветках появились полные стручки с крупными горошинами внутри. Ворона глядела на свои растения
и радовалась богатому урожаю гороха, который ей удалось вырастить. Итак, о чем говорится в тексте? Верно или неверное утверждение? Как ворона клюнула мешок? Как ворона горох вырастила? Как ворона наелась? Или как ворона глядела на растения? Конечно же, верное утверждение, о чем говорится в тексте, как ворона горох вырастила. А теперь давай ответим на вопросы, выполним задание к тексту. В какое время года петушок шел по полю? Летом, весной, вечером. Что петушок нес домой? Мешок, песок, горох. Что сделала ворона, чтобы поесть горох? Клюнула, оторвала заплатку, порвала мешок. Почему ворона не съела весь горох? Потому что решила закопать горох, потому что решила посадить урожай или потому что решила вырастить урожай? Как птица посеяла семена гороха в землю? Руками закопала в землю, клювом закопала в землю, лапками закопала в землю. Что показалось из земли после дождя? Горох, ростки гороха, стручки гороха. Когда на растениях появились стручки гороха? В середине лета, в начале лета, в середине весны. Чему радовалась ворона? Радовалась мешку гороха, радовалась стручкам горошин, радовалась богатому урожаю. Итак, вы ответили на вопросы к сказке. Если какие-то вопросы вызвали у вас затруднения, перечитайте, пожалуйста, сказку самостоятельно после урока. В тексте нашей сказки встречается очень много маленьких слов-помощников, которые мы называем предлоги. Найди и запиши в сочетании со словом эти предлоги. Какое правило вы вспомнили? Да, предлоги со словами пишутся раздельно. Предлоги служат для связи слов в предложении. Итак, проверь себя. По полю, за плечами, с горохом, из мешка, в землю, из земли, в середине, на ветках, с горошинами, на растения. Мы выписали все слова с предлогами. Вот и подошел к концу наш урок. Выбери фразу, которая соответствует твоему настроению. Урок полезен, все понятно, лишь кое-что чуть-чуть неясно. Еще придется потрудиться. Да, трудно все-таки учиться. Учиться трудно, но очень интересно. Встретимся с вами на следующем уроке русского языка. Үшінші сынып
оқушылар балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану және орыс тілі пәндері бойынша білім алады.